Басқосу қазақ тілі клубы сіздерге арнап видео сабақтар жазады. Осы сабақтарда клубты қалай жүргізу, қазақ тілін үйрету бойынша нұсқаулық болады. Әсел, айып етпе, біз бір орындықты алайық. Сіз ортаға шығасыз, мына жерге тұрасыз. Қазір Әсел сұрақ қояды, оған шын жауап береміз, жарай ма? Қандай сұрақ қоймасын? Иә десеңіздер, орындарыңызды тұрасыздар да, өзіңіздің тұрған орныңыздан басқа орынға отырасыз. Бірақ ол орынға еще Әсел таласады. Сондай кішкене талас болады да, бірақ бір-біріңізді итермеңіздер. Жақсы ма? Ұрмаңыздар, шаштарыңызды жұлмаңыздар. Жақсы ма? Әсел, сұрақ сізден. Қатысушылар жартылай шеңбер немесе шеңбер болып отырады. Орындық жетпей қалған адам ортаға шығып сұрақ қояды. Сұраққа «иә» деп жауап берген адамдар орындарынан тұрып, басқа орындыққа отыруы керек. Өзінің орнына отыруына болмайды. Сұрақ қоюшы да бос орынға таласады. Орын жетпей қалған адам ортаға шығып, келесі сұрақты қояды. Осылайша ойын жалғаса береді. Бәрінің аяқ киімінің түсі қара. Кім дене шынықтыру немесе спорт йогамен айналысады? Кім айналысады? Орындарыңызға тұрыңыздар да, орындарыңызға ауыстырып отырыңыздар. Ажар. Бұл ойынның мақсаты сұрақ қоюды үйрету. Кез келген тақырыпқа дұрыс сұрақ қойып, дұрыс жалғауларды жалғауды үйренеміз. Назарларыңызға көп рахмет. Тағы да қосымша видеолар үшін біздің YouTube-тағы каналымызға жазылып, Facebook-тағы парақшамызда қарап жүріңіздер. Сау болыңыз!